Ертеде бір бай болыпты. Ол қанша бай болса да бір балаға зар болған екен. О, жаратқан ием, бір бала болса да бере көрші. Күндердің бір күнінде ол балалы болады. Қуанышында шек болмай ауылда үлкен той жасайды. Мәндайы сіздікіндей кен сияқты. Я, менің балам мықты батыр болады. Құтты болсын жарқыным. Балаңның құрметіне той жасайық. Әкешім, анашым, балалармен барып бірге ойнайыншы. Әрине, балам. Бар, қуанышым. Менің тұлпарым сендердікінен де мықты. Мен мықты. Жоқ менді, жоқ менді. Мен мергенмін. Жоқ, мен мергенмін. Жоқ, мен. Мәссаған қандай күшті. Иә, қараңдар, жарқырайды. Ойнап көрейікші. Иә, ойнайық. Бұндай алтын сақа ауылда менде ғана бар. Ойбай, мынау не тағы? Аттар судағы қызыл қарынды көріп шошып шегінуде. Ай! Жалмауыз достыр! Кел, менің қолымда. Жоқ, босат! Сол барасың. Саған не керек өзі? Қоя берші мені жайма! Қалауымның бәрін беремін. Сұрасан ат басындай алтын берейін. Қоя берші мені жайма! Сенің байлығын маған керек емес. Жалғыз баланды бер. Сол кезде ғана сені жеберем. Қай жерде бересін? Ертең біз ауылымызбен көшеміз. Сол кезде баламның алтын асығын тастап кетемін. Сен сол жерде күт. Жарайды, бара бер. Иә, түсіндім. Құдайым-ау, енді не істесем болады? Құдайым-ай, мына жалмауыз кемпірден қалай құтылсам болады екен? Құдайым-ау, өзің бұл бәледен құтқара көр. Әке, біз қай жаққа көшеміз? Жайлауға, балам. Мынау емес, қайда сол алтын сақам? Әлек болдым, тезірек табылса екен. Әке, мен алтын сақамды іздеп таппадым. Бұрынғы ауылда қалып қойған сияқты. Барып қайтсам қалай болады? Ертең балам сенен мінуге ат сұраса, осыны көрсетерсің. Иә, мақұл. Анау жақта жылқышы жүр. Соған жолықсан, саған жақсы ат таңдап берер, балам. Жарайды, әке. Ата, қай тайға мініп барайын? Құрығыңды құлдыратып, жүгеніңді сылдыратып жылқыға бар. Қай тай бетіңе қараса, соны мін. Мақұл, ата. Бала үстіне тоқым салғанда тай ақ түсі дөнен болады. Ер салғанда тай бесті атқа айналады. Қуана шауып келі! Шеше, анау жатқан сақамды алып беріңізші. Шырағым, өзің түсіп ал. Кәрліктен отырсам тұра алмаймын, тұрсам отыра алмаймын. Мен жастықтан түссем міне алмаймын, мінсем түсе алмаймын. Сақан аламын. Тай, тоқта! Қуып жете алда. Жеткізбеймін, қаштай! Қуып жетемін! Жоқ, екі аяқпен! Тай, бәсендеп барасың! Жылдам, қуып жетем, қашпа! Терекке жетсең де қашып құтыла алмайсың. Енді қаша алмайсың, балақай. Біткен жерің осы болады. Ал, менің сиқырлы күрегім. Енді қазайын. Ей, қарғалар, менің жағдайымды ауылға жеткізіңдер. Шеше, шаршаған шығарсыз, мен қаза тұрайын, демала тұрыңыз. Рахмет, түлкім, шаршадым.
Ой, қу түлкі, сен мені алдадың ба? Түлкі рахмет! Түлкі рахмет! Түлкі рахмет! Көреміз әлі сонда кімнің күлетінін. Тағы бір тіс. Сиқырлап, күрек жасап, терек түбіне барып қазайын. Қаза берейін. Үйректер, менің жағдайымды ауылға жеткізе беріңдер. Шеше, кетпеніңізді маған беріңізші, мен қазайын. Сен кетпенімді алып қашып кетесің. Ол қырдың қызыл түлкісі, мен сайдың ақ түлкісімін. Бұл балаға кек сақтап жүрмін. Түлкі рахмет. Қарлығаш, менің ауылға ұшып барып, менің хәлімді жеткізші. Мен қатты қиналып жатырмын, көмек керек. Ой, қу түлкі, мені алдадың ба? Енді түлкі атауына сенбеспін. Сиқырлап, күрек жасапын. Ауылдан көмек келе ме екен? Біткен жерің осы болады. Енді ауылға қайтайық. Әке, шеше! Амансың ба балам? Сағындым, Құдай қатты қуандым. Біз де сағындық, қарағым. Құтты болсын жеңісі. Құтты болсын жеңісі. Балалар, бұл ертегіден не үйрендіңіздер? Бірінші сабақ, жақсы болып көрінген танымайтын адамдардың соңынан ермеңіздер. Егерде мен танымайтын әженің айтқанын істеп атымнан түскенімде, хәлім нашар болар еді. Көргеніңіздей ол жалмауыз кемпір болып шықты. Екінші сабақ, жан-жануарларға қиянат жасамаңыздар, керісінше қамқор болыңыздар. Мен қарлығаштардың ұясын бұзбаушы едім, қамқор болушы едім. Міне соның арқасында ол маған қиын сәтте қол ұшын созды. Көргеніңізге рахмет. Қош сау болыңыздар.